Құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін қыз ұзатып жатырмыз. Мына қызды, Мөлдір деген қызды Қарағандыға жіберіп жатырмыз. Мынау Галют деген қайынсіңлім, оның подружкасы. Мына жерде бөлек бөлмеде отыр бұл қыздар. Қазір енді біз үйде сырға салу дәстүріне дайындалып отырмыз. Соны тосып, мен как всегда шығармашылық жағы, творчество, бастау, өлең айту, үйту. Тойдан үзінді, тойдан материалдар саламын. Құдалар келіп жатыр, қарағандылық құдалар. Біздің асаба қайда? Асаба. Қаншақта ма? Мака! Майра, шықшы тез. Есік алдына шықпай қарай. Шықшы тез. Шық қанша қалы. Мая, арғар? Ама, умара қайда қалам. Айттым ғой, қарап айттым ғой, айтты. Міне басталды. Ал басты сол Молдабекованы кім шақырды мұнда? Неменеге келе қалды? Қайда өзі? Осы албастың кім шақырды осыны? Сен кім шақырды? Қайдан келе қалдың осы? Немене келе қалдың осы? Ай, жаным, қалай. Какая встреча? Что за девушка здесь? Теперь надо вылетать под концертом. Не, достали меня. Өздері мені ұялтып, қасымда шығарай. Немене келе қалдың? Сенде қалмайды. Жан, мен әншісіяқтым, мынау мұхиттыр ек, сен фото жердің ғой. Мен айт, деп өлең айтпады, өлең айтайық дейді, мынау бар ғой. Қуып отыр өзінше. Жоқ, мен мынан қара, мен әншісіяқтым, мынау емес. Білмеймін, қазір қайыр болып кетсе де қалам мен дұғаға. Білмеймін, жұмысты біледі. Мынан қарашы, мына жерде мен әншісіяқтым, мынау емес я қара. Екеуі не өлең айтып отырсыңдар? Мына қаяны шыққатын, өлең айтып. Солай түсірді, шындарым. Сіңілім қай жаққа қарады? Достали, осы екі қатынды не істесем білмеймін, достали, мен соңымнан қалмай бар ғой. Мына жерде мен әншімін, мынау емес, мынау өлең айт дейді өзі. Тура, көзімді ашсам Біз міне 6 жылдық тойға дайындалып жүрміз. Соның сценарийін жасап жатырмыз. Мына мен сіңілім, міне бұның да несі ойнап кетіп жатыр әлгі. Шығармашылығы туып жатыр. Чина, Кокопай, Чина, братанға өлең шығарып жатырмыз. Соған Кокопайды шығарыңдар деді. Бұның аты Кокопай. Қалай дейсің, Гүлмира? Чина, Кокопай. Чина, тәтті шупакай. Кокопай. Печет Кокопай деп. Осылай. Чина, братан. Бросает миксер, беру чайные машины. Ой, Чина, братан. Бросает машинку, миксер бросает дейді. Ой, өліп жатырмыз солай. Шиет хорошапа. Мен подружкамның ресторанына келдім, Екібастұзда. Міне ресторан ашқан подружка моя. Так, міне тойдың иесілері. Осы сіңілім той жасайын деп отыр. Мынау гардероб, да? Мынау гардероба. Так, сімілі. Шопика, встречай меня. Саламатсыз. Шолпан жоқ па? Шолпан? Қайда? Шақыр жеңіш. Она, кажется, вас ждет. Да, где она? Сюда. А вы вместе все, да? Мы все вместе, ага. Где она? Туда? Прямо, да? Так. Бұл ресторанның хозяйкасы Шолпан. Хайди екен, моя подруга ненаглядная. Где она сидит? Блин, моя красавица ненаглядная. Құрметті оқырмандарым, міне бізде дайындық әлі жүріп жатыр. Екісі күнгі тойымызға дайындалып жатырмыз. Міне программа жасап жатырмыз. Сол программа бойынша музыкаларды реттеп
қай музыкадан кейін қандай музыка қоямыз, соны қиып, міне Жансая деген племянницам, міне Әділет деген тоже племяннигім көмектесіп жатыр бізге. Қазір міне біз туғандар шығамыз. Менің сіңілімнің күйеуі 60-қа келіп жатыр, оларға 30 жыл үйленгендеріне інжу той жасап жатыр. Соған мен программа жасадым. Ол программада әр ұлттың құттықтаулары болады. Бірінші программа бойынша енді из кинофильма «Кавказская пленницадан» бір үзінділер алдық. Солардың музыкаларына өлеңнің сөзін жаздым. Сол өлеңді қай жерде айтамыз, сол бірінші қай өлеңді, екінші қай өлеңді айтамыз, соған біз мына Жансая деген менің сіңілім қиып өлеңдерді жасап жатыр. Бұл да бір өнер. Ан жақта міне әбігер, ан жақта ет реттеген, подаркалар реттеген, в общем, керемет дайындық болып жатыр. Алдағы тойдан көресіздер қандай той болатыны. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental. Достарым, енді бірнеше күнгі материал тойдың жалғасын менен күтіңіздер. Алла жазса күшті тойдың жаңа саламын. Түгел тойда болған небір программалар күшті болады. Жалпы біздің әулетте осы мен мына сіңілім. Енді балалармен отырмай осында алып шешемізді шақырып жатырмыз. Қолында кірпік жалғасуға жіберіп ретро подарктар алды. Неше түрлі ретро той болады. Сол ретро тойдың жалғасын авторы осы кісі. Міне 3 қызымен сценарийін жасаған. Мен де сценарий жасадым, мен де подготовкам бар. Сол программаның барлығын сіздерге ала жазса салам. Өте қызықты той болады, өте қызықты моменттер, фишкалар болады. Сол фишкаларды күтіңіздер. Мына кісі менің жақын дейін, бұл кісі міне маған күшті музыкалар жасап беріп жатыр. Алла қалса бүкіл әше күшті шығады. Амин айтқан келсін да. Мына жерде тойдың алдына құдалар келген, мінекей. Осы жерде отырыс болып жатыр. Құдалар келген, үлкен жиын алдын ала тойдың алды болып жатыр, мінекей. Осындай үлкен отырыс. Әжесі мен немересі. Жоқ, сондағы шығар, может, немене жазып деп баяғы дайын болады деп жаш. Қайта сөйлеш. Любая намаз оқиды.